Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте дәмді үй жағдайында дайындалатын рамьон дайындаймыз. Каналыма тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта оңай әрі жылдам дайын болатын рецепттер шығады. Қазанымызға аз мөлшерде сұйық май құямыз. Май қызғаннан кейін өте майда етіп туралған етімізді саламыз. Менде арасында сүйектер де бар. Тұз және қара қызыл бұрыштарды өз қалауыңызша саласыз. Ащы болғанын қаласаңыз, қызыл бұрышты көптеу салыңыз. Етті қып-қызыл етіп қуырамыз. Қызарғаннан кейін етті басқа ыдысқа сүзіп аламыз. Қазанда қалған сол майға майда етіп туралған пияз бен сәбізімізді салып қуырамыз. Соя тұздығын қосып араластырамыз. Майда етіп туралған тәтті бұрыштарымызды да салып 1 минуттай қуырамыз. Қайнап тұрған суымызды құямыз. Рамьон сұйық болуын қаласаңыз, молдау құйыңыз. Баяу отта ет піскенше қайнатамыз. Ет піскеннен кейін бізге роллтонның лапшасы қажет болады. Қайнап тұрған сорпаға лапшаны салып пісіріп аламыз. Күнделікті дайындап жүрген тамақтарыңыз сияқты бұл рамьонның да қосатын заттарын барлығын үйдегі адам санына қарай қолдана бересіз. Бізде 4 адам, сондықтан 4 лапша салдым. Өте дәмді шығады, сіз де дайындап көріңіз.